абай қорғанда бел әпшем саламатсыздар. Ауыл тұрғындары карьердің ашылуына қоғамдық тыңдалым қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларының 21-ші тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар әкімшілік аумақтық бірліктің әкім аппараты өкілінің төрағалық етуімен бастамашысының және мүдделі жұртшылықтың қатысуымен өткізіледі. Сондықтан жиналыс төрағасы өзімді Баймұратов Бердал Әшірбекұлы өзімді ұсынамын. Шорнақ ауылының әкімі қоғамдық тыңдаулар қатысушыларының қатарынан қарапайым дауыс көпшілігіне сайланады. Хатшы болуға хат жөніңіз? Сыздықова Нұржамал осы қоғамдық тыңдалымның хатшысы. Сыздықова Нұржамалды ұсынамын. Қарсы емес сізде ме? жоқ қарсы Хатшыны тыңдау туралы қатысушылардың шешімі. Қарсы емес, қалыс. Қарсылық жоқ қой? жоқ Тапсырысшы Алтынбұлақ 3 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тақырыбы Түркістан облысы Бабайқорған ауыл округі маңындағы Бабайқорған 5 құм қиыршық тас кен орны С-1-2 блогы тау-кен жұмыстары жоспарына әзірленген қоршаған ортаны қорғау бөлімі бойынша қоғамдық тыңдалу. Екінші, тапсырысшы Алтынбұлақ 4 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тақырыбы Түркістан облысы Бабайқорған ауыл округі маңындағы Бабайқорған 5 құм қиыршық тас кен орны С-1-3 блогы тау-кен жұмыстары жоспарына әзірленген қоршаған ортаны қорғау бөлімі бойынша қоғамдық тыңдау. Үшінші, тапсырысшы СПСН Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тақырыбы Түркістан облысы Бабайқорған ауылы маңындағы Бабайқорған 5 құм қиыршық тас кен орны С-1-1 блогы тау-кен жұмыстары жоспарына әзірленген қоршаған ортаны қорғау бөлімі бойынша қоғамдық тыңдау. Қарсы емессіздер ғой жалпы қоғамдық тыңдауға? Экология саласының өзін жүргізе берді. Баяндамамды бастайын. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сыздықова Нұржамал болады. Осы жоғарыда аталған 3 жауапкершілігі серіктестігіне қарасты кен орындарға жасалған қоршаған ортаны қорғау бөлімінің әзірлеушісімін. Бұл аталған Алтынбұлақ 3, Алтынбұлақ 4, СПСН Групп деген жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің алдында экологиялық рұқсат қағазы болған. Бұл Алиуайс жауапкершілігі серіктестігіне қарастырылған кен орны. Бұл жерде табиғат пайдалану шарттары өзгерді, яғни блоктар бір блок еді ғой. Сол общий жаңағы жалпы гектарды бұл кісілер блоктар бөлді. Бөлгеннен кейін бұл кісілер әр жауапкершілік серіктестік өзіне тиесілі экологиялық құжатын қайта рәсімдеу қажет болды. Сол үшін қазір біз қоғамдық тыңдауды қайта өткізіп жатырмыз. Осыған дейін бізде қоғамдық тыңдау туралы хабарламалар Түркістан газетінде және Тұран Түркістан деген телеканалдарында хабарландырулар берілген. Ол хабарландырулар бойынша бізге сұрақ жауаптар, ұсыныстар мүлдем келіп түскен жоқ осы күнге дейін. Енді жалпы түсіндіріп өтейін. Қазір Алтынбұлақ 3 жауапкершілік серіктестігіне қарасты кен орын, ол С-1-де 2-ші блок болып табылады. Бұл кен орын бізде Бабайқорған ауылынан 6-7 километр қашықта, ал Шорнақ ауылынан жаңағы 8-9 километр ара қашықта орналасқан. С-1 блогымыз мына жерде жасылмен белгіленген, жасыл түсті С-1 блогы. Қазіргі мен айтып жатқан блок. Бұл блоктың жаңағы жалпы аумағы 25-9 гектарды құрайды. Жылдық өнімділігі, яғни бұл жерден құм қиыршық тас қоспасын өндіреді ғой. Алдағы 10 жылда 24 пен 2033 жылдарға дейін өндіреді. Әр жылы бұл кісілер 50 мың куб құм қиыршық тасты өндіру қарастырып отыр, және топырақтың үстіңгі қабаты дейді, аршына жұмыстар көлемі бұл жерде 2240 кубтан, қазу тереңдігі 4 метр деп белгіленген. Бұл жерде осы құм қиыршық тас қоспасын қазып алып, тасымалдап арту жұмыстарын жүргізгені үшін бұл кісілер табиғи жоспар басқармасына экологиялық рұқсат құжатын рәсімдеп жатыр, яғни ауаға ластаушы заттар жібергені үшін. Бұл кісілер экологиялық рұқсат қағазын ала, соған арнайы салықтарын төлемдерін жасап отырады, зиян залал келтіргені үшін. Орналасу жағын көріп отырсыздар, жан-жағының барлығы кен орнын өздері сияқты
Бұл жерде жақын маңда жаңағы жер үсті су көздері жоқ. Ол туралы біз жаңағы азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясынан хатты алғанбыз. Ең жақын жерлерде бұл жерде су белдеуі мен су қорғауы аймағы орнатылған жер үсті су көздері жоқ. Барлау жұмыстары кездерінде де 4 метрге дейін, 5 метрге дейін қазылып барланды ғой өз кезегінде. Жер асты сулары бұл жерде кездестірілмеген. Яғни су қабатына бұл кен орнының тигізетін әсері шамалы. Тек қана мынау атмосфералық ауаға шаңданудың әсерінен берілетін ластаушы заттар болмаса, су қабатына кері әсері байқалмайды. Енді атмосфералық ауаға әсер ететін орын алатын жаңағы жалпы ластаушы көздері, 7 ластаушы көзді белгілеп отырмыз. Ол ашу жұмыстары, ашу жұмыстарынан пайда болған топырақты жүктеу, тасымалдау, пайдалы қазбаны өндіру жұмыстары, пайдалы қазбаны арту, пайдалы қазбаларды тасымалдау, сосын осы топырақтың құнарлы қабатын бұл кісілер аршып алады ғой. Сол кезде оны белгілі бір жерге үйінділерге, кен орнының ішіндегі аумағында орналасқан жерге үйінді ретінде ол жерде сақтайды. Кейіннен оны ашу жұмыстарынан пайда болған топырақты рекультивацияға қайта пайдаланады. Осы жұмыстың барлығы ластаушы көздерден пайда болатын жалпы ластаушы заттардың ауаға шығатын шаң тозаңның көлемі 0,91 тоннаны құрап отыр. 910 килограммда жылына. Осыған бұл кісілер экологиялық рұқсат қағазын алады, сол рұқсат қағазымен тиісті салық органдарына өздерінің 870 формамен отчеттарын тапсырып отырады. Төлем жасайды да. Енді жалпы бұл жерде ластаушы заттардың құрамында азот диоксиді бар, азот оксиді бар, көміртегі күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, керосин, сосын құрамында кремний диоксиді бар шаң тозаңдар бөлінеді. Біз қазір лимиттенетін ластаушы затымыз құрамында кремний диоксиді бар шаң тозаң ластаушы заты болып тұр. Негізгі ауаға ластаушы заттар осы автотранспорттардан бөлінеді. Өзі неде диаграммада көрініп тұр, ең көбінесе азот диоксид пен углерод оксиді ауаға көп әсер береді. Бірақ біздің есептеулер бойынша бұл әсерлер ластаушы заттардың концентрациясы дейміз ғой, шептер ауалы концентрациядан аспайды. Яғни әсер ету шеңбері карьердің 100 метр болатын болса, ол 100 метрге есептелген кезде шептер ауалы концентрациядан аспайды. Кен орынға су тасымалдау әдісімен беріледі. Осы аумақтың кен орнында өздеріне арнайы бұрғыланған скважинасы бар. Сол скважинадан тасымалдану арқылы алып келінеді. Сулар, сарқынды сулар, пайда болған сарқынды сулар бетондалған шұңқырларға құйылып, толу мерзіміне қарай келісімшарт арқылы тазалау имараттарына шығарылатын болады. Осылайша жоспарланған қызметтің жер үсті және жер асты суларына кері әсері байқалмайды. Бұл суға әсері. Енді кен орнында өндіріс жұмыстарын жүргізгеннен кейін қалдықтардың түзілуі қалыпты жағдай. Ол жұмысшылардан түзілетін қалдықтар, тұрмыстық қалдықтар, майлы шүберектер, осы техникаларды жөндеу кезіндегі, сосын ашылым жұмыстары, яғни топырақ бетінің қабатынан алынған құнарлы қабаттар қалдыққа жатады. Бұл қалдықтардың барлығы арнайы алаңшаларға жиналып, белгілі мекемелермен келісімшарт жүзінде шығарылып отыратын болады сыртқа. Ал бірақ топырақ бетінің қабаты жоғарыда айтып өткенімде рекультивацияға қайта пайдаланылатын болады. Қалдықтар бойынша. Ал енді өсімдіктер мен жануарлар әлеміне облыстың өсімдік жануарлысы біршама біркелкі, нашар қауырсынды шөпті дала болып келеді. Кен орнының беті егістіктен бос, рельеф ұсақ ойпаңдармен қауырсынды дала шөптесінің өсімдіктері алып жатыр. Яғни орналасу бойынша бұл жерде дәрілік өсімдіктерге қызыл кітаптарға енетін өсімдіктер түрлері жоқ. Облыстың жануарлар әлемі бойынша да бұл кен орнында қызыл кітаптарға сирек кездесетін жануарлар түрі кездестірілмеген. Сол үшін өсімдік пен жануарлар әлеміне түрінің азаюына, санының азаюына кері әсерін залалын келтірмейді. Жобаның артықшылықтары енді Түркістан облысының инфрақұрылымының өсуі, жаңа жұмыс көздерінің пайда болуы, осы Сауран ауданына, жалпы Түркістан облысына құрылыс материалдарының арзан бағада жеткізілуі. Сосын салық есебінен жергілікті бюджеттерге қаржының бөлінуі, өсуі, экономиканың өсуі болып табылады. Салық жергілікті бюджетке құйылады ғой? Иә, жергілікті бюджетке құйылады. Енді қоршаған ортаға
ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары да жасалынады бұл жерде. Кен орнында шаңданудың алдын алу үшін ылғалдандыру жұмыстары жасалынады. Топырақтың жанар жағай майларымен материалдармен ластанбау үшін автотранспорттар арнайы автожанармай заправка дейді ғой, сол жаққа барып жанармай құйылатын болады. Тасқынды сулар бетондалған шұңқырларға құйып, сол жерден полимер жеріне қарай алып кететін, тазарту имараттарына алып кететін болады. Негізгі айқындалған іс-шаралар бізде осы. Осының барлығын табиғат жаңағы кен орнын пайдаланушысы ұстанса, қоршаған ортаға залалы аз болады. Бұл енді қазір Алтынбұлақ 3 кен орнына қарасты кен орнының жалпы сипаттамасын айттым ғой. Алтынбұлақ 4 жауапкершілік серіктестігіне қарасты да жаңағы кен орнының жалпы сипаттамасы дәл осындай, бірақ аумақтарымен олар ерекшеленеді. Алтынбұлақ 4 жауапкершілік серіктестігінің жаңағы жалпы ауданы 26,6 гектар. Қазір көрсетейін сіздерге. Мына жерде ғой, мынау жасыл жаңағы бір блогымыз, мынау 3-ші блок, мынау 1-ші блок. Мынау СПН групптың жері. Енді бұрын Алиуайс еді ғой бұның барлығы. Бұның барлығы бөлінді да енді тоғыларға. Мына жерде Алтынбұлақ 3 жаңа қазір айтып өткен докладтар. Мынау қазір Алтынбұлақ 4 жоғарысындағы СПН групптың жері. Кен орны. Олардың гектары қазір 26,6 гектар, ал СПН группқа қарайтын жер 31 гектар. Барлығының жаңағы жылдық өнімділіктері 50,000 кубтан. Сол қоршаған ортаға тигізетін залалы да сонша әсерде болып тұр. Бүтінаға жетпеген. Осы Алтынбұлақ 3 жауапкершілік серіктестігі, Алтынбұлақ 4 жауапкершілік серіктестігі және СПН групп жауапкершілік серіктестігіне қатысты айтылған баяндамама сұрақтарыңыз болса, айтып өтіңіздер, жауап беріп. Қазіргі Ибадуллаев төлеген осы ауылдың тұрғыны. Осы алынып жатқан жерлерді кейін болғаннан кейін орындарын тегістеп, былай топырақтарын да төгіп реттеп кету жұмыстары болады ма? Кейін жұмыстар атқарылады. Ол үшін де қазір біз жаңағы параллельно дейді ғой. Қазір параллельно план ликвидации дейді. Осының салдарын жоюдың жоспары жасалынған. Қазір геологымыз бар ғой, қазір қасымызда басқармада да сол проект қаралып жатыр. Рекультивация дейді. Жасалынады, орындары тегістелінеді. Қазір қайша жылға берілген сонда айрандағы? Мерзім қазір алып жатыр кісілер. Бетіндегі рұқсат қағазына қазір енді рәсімдеп жатыр, қайта рәсімдеу ғой енді. Алдын қажет ғой, соны қайта рәсімдеп жатыр. Алдын бір тоғының атында енді үлкен орнында. Қазір үшті оған бөлшкер жоқ. жұмыс істейміз. Мына өлтіран топырақтың бетін құнарын жоғалтып, сөйлес шығыватқан шөптер, өсімдіктер, малдың азығы қайтып орнына келді. Құларды топырағын орнына қойып, орнына мінекей ағаш егіп кезінде жатқан талай қазір ағаш өсті мінекей бәрі. Кезінде осылай қылып осылардың орнына ағаш егіп тастаса бір егсек қайтып көгеріп кетеді. Байқап отырмыз, халыққа да онша көп зиян жоқ сияқты. Пайдасы болып жатыр, қазір халыққа зияны болып жатқан жоқ. Талдардың қаншалықты пайдасы бар? Талдардың қаншалықты пайдасы бар мұнда? Ағаштар не үшін егіледі? Ағаштар бұл мына жерде қазылып жатқан кезде шаң тозаң көтеріледі ғой, сол шаң тозаңды ұстап қалады. Тосқауы бар. Сосын екіншіде ағаштар да жаңағы физикалық шумды дейді ғой, соларды ұстап қалуға бұлардың несі әсері бар. Енді қандай қағаз? Фотосинтез дейді. Бұл жерде енді ең жақын орын 6 километрде болды. Физикалық шу бөлінбейді. Физикалық шу осы жұмысшыларға бөлінуі мүмкін. Соның жаңағы іс-шара ретінде көгалдандырылады. Жаңағы техникаларға жаңағы шуды азайтатын клапан дейді, резин дейді, соларды қояды. Содан жаңағы механикалардан шу аз бөлінеді. Тал егіп, орман егіп, суарып істеу керек қой. Ағаш егудің барлығы бұл кісілерде дәстүрлі түрде Шаға кетпей, үйде ешқайда бармайды. Екеуді жаңағынан мусор тастамау қадағалау. Мусорды арнайы алаңшаға сұрыптап сақтайды. Сосын мекемемен договорға тұрады, ол полигонға апарады. Ары қарай ол жаңағы
сапасына несіне құрамына қарай сұрыпталады, содан кейін барып тасталынады. тереңдігі неше метрге дейін алынады? 4 метр деген жоба. 4-5 метрге дейін. 4-5 метр болса бұның қарап отырса суға да зиян жоқ екен ғой. Себебі біздің құдықтарымыз қазір 14 метрден шығып тұр. Берде онда суда еш зиян жоқ екен ғой ешқандай. Енді жаңағы кем тағылған пайдалы қазбаны қазып жатқан кезде су шықса бұл кісілерге де пайдасы жоқ. Су шықса бұл кісілер жұмыстарын сол жерде тоқтатады. Bu yerде не дау болып тұр, мен сол дауға түсінбей отырмын. Бұл жерде дау емес, кен орын ашылып жатыр. Қоршаған ортаға шаң бөліп жатыр ғой. Сол шаңды бөлген үшін экология рұқсат қағазын алу керек. Соны бір ауыз осы жергілікті халықпен мәмілеге келіп тыңдау жасап келісім алды. Енді мәселен осы тас заводтан былай қарай үлкен көліктер жүріп жатыр ғой, иә? Шаң болады бәрібір табиғат. Соны осы тас заводтың басшыларына былай айтса кетеді, әкімшіліктен айтпаса, жолдың бойына 2 қатар, 3 қатар тал егілсе. Оны міндеттеме жасаса болады, иә. Болады, иә? Өте тамаша болады да, шаңды ұстайды, жаңағыдай физикалық дедіңіз ба, жаңағыдай дыбыстарды басады. Сол өтінішімізді халықтың атынан айтып жеткізсеңіздер. Абылаев еді. Абылай Бәлжан. Осыдан Шығайын ба? Жоқ, мен жасым. Реттен жылы ұрып тұр, сөйлеп қалыр. осыдан 3-4 жыл алдында мен 40 жылдан бері жол. Биыл пенсия ашты. 4 жыл алдым. Ағаш егіп. Бұл жерде өспейді. Пайдаға. Ана Нұрстой осы. Олардың орындағы Сержан екеуміз өсіп отырған Стройға 3-4 завод бар ғой, 3-4 завод бар ғой. 10 мың көшеде. Жаңалдек менің айтып жатқан. Үшеуі де бірдей су тартады ғой. Біздің осы қазақ халқы ерін жоқ қой. Бір ғана кен орнында су тартатын несі бар. Жоқ, енді заводқа су керек емес пе ақыры? Су керек, иә. Ал енді сол 3 заводтың да суы шорнаққа әсер етеді ғой, біздің бабайға әсер етпейтін шығар. Жоқ, көке, шорнаққа да шынайы Шорнаққа әсер ету керек қой, су құдығы төмендеп кетеді ғой. Жоқ, көке, мәселе мынандай ғой, жаңағыдай қарындасым айтты. Егерде су шығатын болса, бұл тасқа да зиян ол. Су шығармайды шілей. Ондайға бармайды. Өзінің ана жерде түсіндірме, көрсеткішін айтты ғой, деңгейін. Шілей тереңдікке бармайды. Тастың сапасы бұзылып жатса, мен 2 даш тамсалып атып, тасты таңлап аламын ғой көке. Сондықтан сапасы бұзылып жатса, тоқтата қоямын. Бұл кісілерде сонша пейнетке қалмайды. Бірақ бұл жерде ең маңызды нәрсе өтініш. Осы тас заводшылар жолдың екі шетіне әдемілеп тұр 3 қатар, 4 қатар тал ексе. Ең кереметі. Сонда біздің ар өткен бер өткенімізде де шуылдан естімейміз, шаңнан естімейміз. Таптаса, мына жерге менің есігім алдында бұндай тал жоқ. Мына бір рахат жазды күні келіп, рұқсат берсе бір келіп, бала шағамызбен шай ішіп кеткіміз келеді. Қандай таза ауа? Бұл жердің талында құртасыңдар. Мен ғана айттым ғой мен сізге. Осыдан бір 5 жыл алдын айтатын едім мен. Ағаш егіп қойыңдар мына жер. Көке мына жер ағаш өспейді дейді. Кейін міне, пожалуйста. Сержан егіп өсіп кетті. Сонша тұра қалады. Бұл жердің басқасында кім мысалы? Рахмет кім ексене? Ата бабасына рахмет. Менің әкем агроном. Бірінші жыл келгенде мына жерде кәдімгі мына төбемде құдай тұр, кәдімгі қауын өсіп тұр. Мына жерде бір өзбектер істеп отқан. Сол екен палау істеп, тамақ істеп, қауынға келіп қойып қойып алды. Қайдан істемін дейді. Помидор егіп бәрі Ағада менің әкем агроном, шаруашылығымыз бар. 93 жыл ашылғанбыз. Мен ол жерге 2 талым көгеріп тұр. Көгеріп тұрмады, қолынан келмеді. Бұл жерде неғып көгеріп жатыр демек, іскер жігіттер. Көгерсін. Қатысушылар былай ғой енді, құрметті ағайындар. Бұл жерде жаңадан бір карьера ашылып жатқан жоқ. Бұл өзі бастапқы, мына Байысбаев Сержан бауырымыздың өзі, мынау Али Вайс өзінің осы тас зауыты бар. Соның ішінен бөлініп, мынау 3-ке бөлініп жатыр. 3-ке бөлініп жатыр. Бір басқа бір жақтан жерді қорса бір не арықтан жоқ. Просто мына жауапкершілігі шектеулі серіктестік 3-ке бөлініп жатыр. Гектар сол кері тұрып, просто ішінен 3-ке бөлініп жатыр. Ішінен 3-ке бөлініп жатыр. Ешқандай зиян жоқ, қарсы қазып жоқ. Қарсы емессіздер ма осыған? Жоқ, қарсы емеспіз. Осыға салайық. Анда қалайға көздеп болса қарсы емеспіз ол. Көгерсін, рахмет. Онда жоба бірауыздан мақұлданды деп. Мынау халықтың атынан
Көкелерім тұрғанда жылдамдық қылып қойсын да кешірім сұраймын көкелерім. Іскер жігіт гүлдендіретін болса, көгертетін болса іске сат. Бердік, батамызды да береміз, ырзашылығымызды да береміз. Кәді көке. Кәді көке, батаңызды беріңіз мынау. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Kuday edince saudiyet geçiyorlar. Kuday belediyen caladan afetten kıtlıktan saklasın Allah. Tevmetten saklasın Allah. Caladan saklasın Allah. Ne istese tilekleri kalb muratları asıl olsun. Cala yapkanlarga Kuday Allah calasını öz Allah calasını versin. Cala yapmaganlar, tilek kılganlarga tilekleri kalb muratları asıl olsun. Belediyen caladan aman saklasın. Ölsün, ne istese tilekleri kalb olsun. Allah. Keyin